Армысыздар достар, бүгін біз сіздермен қазақтың ұлттық тағамы бешбармақ дайындайтын боламыз. Видео басталмас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Бірінші біз суымызға етімізді тазалап жуып салып аламыз. Енді қазымызды да салатын боламыз. Бетін жауып, қайнағанын күтеміз. Етіміз қайнаған кезде көбіктерін ала бастаймыз. Жақсылап көбіктерін бәрін аламыз. Енді ашылған картошкамызды, сәбізімізді саламыз. Енді бөлек ыдысымызға пиязымызды турап, еттің сорпасын құйып алатын боламыз. Майлы сорпасын құйып алып, ыдысымызды астын жай қойып қоямыз. Енді ыдысымызға сорпаны құйып аламыз да, азырақ жұмыртқа салып, тұз салып, қамырымызды илейміз. Енді дайын болған қамырымызды 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Енді қамырымызды бір тегіс етіп, әдемілеп жұқа етіп, жайып аламыз. Енді дайын болған қамырымызды қайнап жатқан сорпамызға салып алатын боламыз. Енді дайын болған қамырымызға сорпамызды құятын боламыз. Міне біздің бешбармағымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.